Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Әңгіменің жалғасы. Шиқылдап барып ашылған есіктен еркек кіргенде зып беріп, баспалдаққа жеттім. Сонда ғана тұла бойымды үрей билеп, қорқып тұрғанымды байқадым. Адам өлтіру оңай емес. Өлтірмесем қызды алып кете алмайым. Мұндайда жақсылап ойлануым керек. Тағы бір адамның қанын мойныма жүктегенде не табам? Өйткені еңгезердей еркек бере салмайды. Олай болса, бауыздағаннан басқа жол жоқ. Мұныңыз тағы бір қанды қылмыс. Есіктен сығалап біраз тұрдым. Аяғын шешіп терезе алдында тұрған қызды қапсыра құшақтап сүйе бастады. Қатынның күні құрсын. Қарсылық танытпайтын сияқты. Еміренген еркек етегін көтеріп өліп өшіп барады. Оларға кедергі болатын бала жоқ. Қол-аяғын байлап төсекте жатыр. Демек, мына жерге келіккенім дұрыс емес. Құралайым бақытты шығар, немесе маңдайынан көрер. Мен осылай екі ұшты ойда тұрғанда, есік алдына көлік келіп тоқтады. Зып беріп баспалдақтың астына тұра қалдым. Көліктен түскен үш жігіт дабырласып барып жоғарға жетті. Соңдарынан мойынды созып қараған болдым. Ағаш есікті жұлға тартып кіріп барды. Бұлар да осал жігіттер емес. Ендеше маған шанс жоқ. Алда-жалда көріп қойып, айқаса кетсем, шеттерінен сойуым керек. Мұндайда өмір бақи түрмеге кеттім деп есептей бер. Сондай-ақ олардың қалталарында пышақ жоқ дегенге сену қиын, тіпті олардан тапанша да болуы мүмкін. Осыны ойлағанда шегіртке әліңді біл дегендей үйден шығып кетіп отырдым. Өйткені мыналарға қарсы шығып айқасудан пайда жоқ. Көк желкеңнен атып салып, көміп тастаса қабіріңді таппайды. Ендеше бұл малғындарды түрмеде үкіммен құрту керек. Қараңғыны қуып көше бойымен кете бердім. Құралайдың мұнысы нес, деймін таңғалып. Еркекті ғой түсінем, қатын болса болды. Қатындікі біртүрлі екен. Қарсыласудың орнына ыңғайын беріп тұра қалды. Демек, маған мүмкіндік жоқ. Кезінде қаташылар кезек-кезек зорлаған ұмытқан едім. Мынаусы асып түсті. Балам, біртүрлі көңілсізсің ғой, деп сұраған әжем шай ішіп, шай құйып жатты. Жұмысым бітпей қойды, деп алдаған болдым. Айналадағы ауылдардан келіп кетіп жатқан адам көп. Бір орыс кетсе, орнына үш қазақ келеді. Жұмысқа тұру оңай емес, балам, деген әжем күрсінген болды. Ойланып отырып шайды сімірдім. Әжем қолдың майымен ірімшік қойып сыйлап жатыр. Құралай жанынан хабар жоқ па дейді. Ешқандай хабар болмай тұр дедім. Ауылдағы қызы жылай-жылай үш құса болғанын айтқан әжем иегін кемсеңдетіп көзін сығымдап алды. Не айтайын? Уәде бергенмін, бірақ берген уәдемді орындай алмайтыныма көзім жетіп отыр. Білмейм, соңғы күндері ақыл кірді ме, әлде қыздың жанында орын жоқ екенін түсіндім бе? Әйтеуір Құралай жайлы жоспарымды саптидым. Бәлкім анау жігіттерден қорыққан шығармын. Себебі қызды құтқару үшін қан төгуім керек. Жарайды, күзетші көңілдесін өлтіріп алып кеттім дейін. Алайда қайда апарам? Қайда сақтайым? Түрмеге апарғым келеді, бірақ ол қыруар қаражат тұрады. Ақшаға құныққан бастықтың араны ашылып, созылып барады. Мейлі, келісілген ақшаны гректің шетінен беріп отырармын. Бірақ ол кезде әділдігім қайда қалады? Бұл хата ішіндегі қылмыскерлер арасында алауыздық туғызып, соңғы қан төгіске апарады. Әрине біреу болмаса біреу жасырын жүріп, қауқарсыз Құралайдың көзін құртады. Ақша деген жаман нәрсе, ақылыңнан аздырады. Жалпы жоспарынан қайтқаныма мұның ешқайсысы себеп емес. Егер қызды апарсам көзімнің қарасындай қорғай алам. Менің жолдан қайтуыма басты себеп Құралайдың қылығы болды. Етегін көтерген еркектің қолын қақпағана жаныма батты. Содан көңілім суып жөніме кеттім. Сол шыққанда 2 апта әженің үйінде болдым. Бейшара кемпірдің көзі жастан құрғамады. Ауылдағы қызы өкпелі екенін айтып, ағынан жарылды. Ол сізге не үшін өкпелеп жүр, деп сұрадым. Сізге сеніп жібергенмін, деп айқай салады дейді. Қыз Өскеменнен қайтқан жолда жоғалған болса, сіздің қандай қатысыңыз бар деймін. Әу баста менің қолыма келген, сол үшін менен көріп отыр, деп кемсеңдеп барып көзін сүртті.
Олай болса қыздың қайда екенін айтсамшы деген ой келді. Ол үшін мына қаладан кетуім керек. Әйтпесе қызға қоса өзімде, тіпті мына отырған кемпірге де қауіп бар. Дегенмен менің қолымнан келмеді. Басқаша жолын қарап көмектесем деп шештім. Әже, жылағаныңды қойыңызшы, мен сізге бірдеңе айтам, деп басынан сипадым. Айта ғой балам, деп жаулығының ұшымен көзін сүрткен кемпір басын көтеріп отыра қалды. Айтсам ба, айтпасам ба? Айта салған оңай-ау, бірақ соңы не болады? Қызды құлдықтан шығарып құтқарып алғанда сұрақтың астын алмай ма? Ең бірінші баласы жайлы сұрайды. Бейшара қыз ол жастың баласы десе зып беріп, мен шыға келем. Әрі қарай ол жас кім деп тағы да сұрайды. Одан мыналар сені не үшін ұстап отыр деп тағы сұрайды. Мүмкін ащы құлақтан тыныш құлақ деп үнсіз қалған жөн шығар. Алайда бетіме қарап құлағын тосқан әжем оқталуға дайын отырды. Өзім бастап алған соңын айтпасам тағы да ыңғайсыз. Мұндай жартылай жасырын әңгімені өзім де құптамайым. Айтатын болсаң соңына дейін айтуың керек. Әже, бүгін түнде жолға шығам. Сіз маған телефон номеріңізді жазып беріңіз. Үйге жеткенде қоңырау соғып, жаңалық айтам, дедім. Құралай жайлы ма, деп жалт қарады. Иә, әже, немереңіз жайлы айтам, бірақ сіз мен жайлы ешкімге айтпауыңыз керек. Айтсаңыз мені өлтіріп кетеді, деп қорқытып қойдым. Сонда шегін тартып жағасын ұстаған кемпір, заман бұзылды балам, қатты бұзылды, деп көз аларып шыға келді. Түрмеге жақындап қоңырау соқсам деген ойым болған. Номерін сол үшін сұрағанмын. Бірақ кемпірдің аты кемпір. Милициялар алдап-сұлдап керек ақпаратын алатынына күмәнім жоқ. Ал милициялар арасында қала бандысының тыңшылары жоқ дегенге сенбеймін. Олардың милиция түге сотта да таныстары бар. Олар бір қаланы жалап алған мафиялар. Әже, сіз мені жақсылап тыңдап алыңыз. Мен сізге Құралайдың қайда екенін айтам. Сіздің құмалақшыңыз дұрыс айтыпты. Қызыңыз дін аман. Осы маңайда бір жігітпен тұрып жатыр. Егер сіз мен жайлы ешкімге айтпайтын болсаңыз айтайын, дедім. Үлләхи білләхи балам, ешкімге айтпаймын. Құралайжан табылса болды. Әйтпесе шешесінің көзіне қарайтын бетім қалмады, деген кемпір шырпыр болды. Олай болса тыңдаңыз әже. Тыңдап отырмын. Іркілмей айта бер, деп жақындай түсті. Мынандай көшеде ескіден қалған монша бар екен, білесіз бе? Көзі домаланып біраз отырған кемпір. Иә, балам, білем. Баяғы қалаға келгенімізде шал екеуміз талай барған моншамыз еді, дейді. Вот, сол моншаға барасыз, тиынын төлеп шомылып шығасыз. Құралай сол моншаның жоғары қабатында бір жігітпен тұрып жатыр. Кездейсоқ көрген болып, милиция шақырасыз, бітті, дедім. Әжем орнынан тұрып теңселіп кетті. Сен бала онда қайдан білесің, дейді. Әже, өзіңіз уәде бергеніңіздей менен ештеңе сұрамаңыз. Сосын мен жайлы ешкімге тіс жармаңыз. Түсіндіңіз бе? Түсіндім балам, түсіндім, деп көз аларып отыра кетті. Түсінсеңіз солай әже, моншаға барған чекті тапстамаңыз. Қалтаңызға салып қойыңыз. Милициялар сұрап қалуы мүмкін. Көрсетесіз, деп кәрі кемпірге біраз нәрсе үйреттім. Осыдан кейін мен кететін болдым. Ертесіне әжем моншаға баратын болды. Сонымен қажет деген азық-түлікті салып жолға шықтым. Бағытым өзім отырған түрмехана еді. Негізі ауылға барып, анау шалдың кіші қызын көрсем дегенмін. Оған қала бандыларынан қорықтым. Құралайды іздеп милиция барса, ол жан-жақтан сұрастыра бастайды. Кешегі шылым шеккен жігіт бөтен біреуді көрдім, анандай жерде отыр деп айтып тағалар. Өйткені таяқтың бір ұшы соған тиеді. Кемпірдің сөзіне сенбейтіні анық. Демек, қарамды батырып түрмеге барғаным жақсы. Шалдың қызы ешқайда қашпас. Кемсеңдеген әжем бетінен сүйіп шығарып салды. Қайда жүрсең де қыдырата жолыңда болсын, аман бол балам, дейді көзін сығымдап. Моншаға ертең бару керектігін тағы бір рет ескертіп, үйден шықтым. Менің жолым өзіме белгілі. Пойызға отыра алмаймын. Ұшақпен жүру ол заманда арман еді. Күре жолға шығып, қол көтеріп тұра қалдым. Сол заманның тағы бір ерекшелігі,
Жеңіл көліктерден де жүк көліктері көп жүретін. Жалғыз жарым жүргізушілер іліп кететін. Ұзақ жолға іштері пысса керек. Сол көп өтпей жүк көлігін тізгіндеген жас жігіт тоқтай қалды. «Қайда барасың, інім?» деп айқайлап тұр. «Өскеменге барам». «Кеттік», деп қол бұлғады. Сөмкемді лақтырып отырып алдым. Қап дейм. 2 айға бекер ақша төлеппін. Жалпы 1 айға болса да ақша төлегенім босқа кеткен шығын еді. Қолымнан келмейді. Өмірімде мұншама қорқақтық жасап көрмеген едім. Осы қылығым жаныма батты. «Келініңізді таптым, дядка». «Көрдің бе? Аман есен жүрме екен» дейді. «Көргенде сыртынан көрдім. Басқа жігітке тұрмысқа шығып кетіпті», деп төмен қарадым. «Әйел деген сондай. Аяғыңды шалыс бассаң, айырылып қаласың. Оларға еркек кіндік дайын тұрады. Ол үшін өкінбе, малой», деп ақыл айтқан болды. Көңілсіз отырғаныма жаны ашыса керек. «Уақытың біткенше жата бер, қалаға бармай-ақ қой» дейді. Бірақ мен дядя Мишаны тыңдамадым. Апта жатып қалаға тарттым. Сол баяғы пәтерім, өз үйім, өлең төсегім дегендей аунап түсіп тәулік бойы демалдым. Ертесіне күн қарайғанда Ксюша келді. «Сіздерде бәрі дұрыс па? Тағы біреулер іздеп келді ғой» дейді. «Қашан?» деп тағы сұрадым. «Кеше, алдыңғы күндері 2 рет келді», деп саусағын шошайтты. «Өй, сорлы кемпір, бәрін бүлдірген екен ғой. Өзім де ойлап ем, кемпірге сеніп ақымақ болғаным ба?» «Ксюша, мені сұраса білмейм келген жоқ дегейсің. Мен кеттім», деп қолына кіл ұстатып тайып тұрдым. Осыдан кейін мен бейшараға баратын жер мен басатын тау қалмады. Жалма-жан тамағымды дайындап, түрмеге тарттым. Бостандыққа 1 ай жүріп, жолым болмағанымен, түрме алдына келгенде жолым бола қалды. Таксиден түсіп жатқанымда көлік тұрағында Сафи күзетші жолға кетті. «Мен келдім, бастық қайтарсың». «Ешкімге көрінбей отыра тұр», деп кіріп кетті. Сафидің көлігін паналап, күн батқанша жаттым. Қараңғы түскенде күзетшінің киімін беріп, кіргізіп алды. Хаташа апақ-шапақ қуанып жатқан сыңайлы. Қарт әкем өзі шығып қарсы алды. «Келді дегенде естіп жаным жай таппады», деп алдыма түсті. «Көңілсіз отырғаныңа қарағанда жағдайың болмаған сияқты ғой», деп сұрап жатыр. «Ойлағандай болмады» деп жата кеттім. «Келінді көрдің бе, соны айт, басқасы маңызды емес», деп арқамнан қақты. «Көрдім, бірақ бөтен еркекпен тұрып жатыр». «Не дейді, құрсын?» «Әй балам, түк түсінсем бұйырмасын, жөндеп айтшы», деп қолынан тартты. «Әке, айтатыны жоқ, мазамды алмаңыз», деп қысқа қайырып теріс айналдым. «Қатын деген сондай балам, сондай», деп терең күрсініп шығып кетті. Қатын демекші, бұл бейшараның өзі де қатын үшін сотталған жоқ па? Менің де басыма сондай күн туды. Алайда қашанғы жатайын, сырттағыларға хат жазып, хал сұрасып отырдық. Әкем былай жаз деп үйретіп отырады, мен соны жазам. Одан сарғая батып жауап күтеміз. Күндердің бір күнінде әйтеуір хат келді. Хатаға келгеніме 1 айдай болған. Жан-жарам жазыла бастаған. Бір күні есік алдына Сафи келіп, темір торды соға бастады. Есіктен сығалап қарап едім, қолын бұлғады. «Малой, саған хат бар». «Кімнен?» деп қойып, қолымды создым. «Білмейм, жазуына қарағанда қыздан келген сияқты», деп кеудесіне қолын тығып хат шығарды. «Қараш, почеркісі әдемі, қыздар солай жазады» дейді. Хаттың сыртында аты жөнім жазылған сөзді көрсетіп тұр. Жұлып алып жүгіре жөнелдім. Құралайымнан келіпті, оқи бастадым. Аман саулық сұраса келіп, әженің пәтерінде күтетін жазыпты. Хаташы абыр-сабыр, бәрі құттықтап жатыр. Түрмеде әйелінен хат келген басқаша, әскерден келген хатпен бірдей. «Осыдан басқа сөз жазбаған ба?» деп сұраған әкем хатқа қарап көп отырды. «Бастысы аман екен, тағы да рұқсат беріп, сұрап берсеңіз», деп қипақтап едім. «Тәйт балам, бұл жерде бір құпия бар», деп қолымды қағып тастады. «Қандай құпия?» дедім бажырая қарап. «Жақсылап ойланайық.
Әліптің артын бағайық, жан-жақтан сұрайық, мұқият тексерейік дейді. Мына алжыған не деп отыр? Құралай жазған хат қолында тұрса, болды емес пе? Жоқ, балам, бұл жерде бір шикілік бар, деп бой бермеді. Әжесінің номері бар, қоңырау соғып көрейік, деген ойымды айттым. Жүрегім алып ұшып тұрса қайтейін. Түрмеде қоңырау соғудың өзі біраз ақша тұрады. Ол жерде телефон таптым, номерін тердім, сөйлестім деген жоқ. Әне, соналға тартқан әкем хат арқылы анықтап беретін болды. Яғни қоңырау соқпаймыз, Кисаның жігіттерін жіберіп үйді торауылдаймыз. Егер өзі жазғандай қыз жалғыз болса, онда маған тағы бір рет бостандық сатып әпермек. Қайда жүрсе де ажалды өлет дегенді осы екен. Сақтайтын Құдай өрттің ішінде де аманды сақтайды. Сафиді тауып кел, деп бұйрық берді өкіл әкем. Мен бе, маған айтасыз ба, деп таңырқай қарадым. Әрине сен саған айтам, деп шаң кетті. Бір ай кеткен мен мына шал пахан болып алған ба? Әлде мені жұмсайтын дәрежеге жетіп қалған ба? Олай дейтінім, паханды жұмсауға ешкімнің қақы жоқ. Бұлар мені пахан сыйлаған жоқ па? Алайда ол жігіттердің біразы кетті, орнына басқа жігіттер келді. Олар үшін мына шал пахан шығар. Не үшін мен баруым керек деп сұрадым. Шақыр дегенде шақыр, басқалардың керегі жоқ, шаруа сенікі, деді. Сонда менің абыройым қайда қалды? Ол жағы сізге қызық емес пе? Өйткені жұмсағанға барған паханың беделі болмайды. Балам, хат саған келді. Жазған келін сенікі. Мұндайда басқаларды араластырып қайтеміз. Бұл жерде сенің өмірің мен келінің тағдыры тұр. Сосын мына жігіттердің арасында сол жақтың адамдары болуы мүмкін. Кімнің ішіне кіріп шығып едің? Так что, әңгімені көбейтпей өзің барып шақырып кел, деп құлағыма сыбырлады. Сонда ғана торғайдың миыма бірдеңе барғандай болды. Сонан соң жұмсаса әкем ғой. Мен мұны мойындап қойғам. Әкесі жұмсағанда баласы бармағаны ұят. Барсам да былай ақтап алуға болады. Ол үшін ешкім әңгіме айта алмайды. Малой пахан бұйрық алып жүгіріп кетті деп айтып көрсін. Оның үстіне хат маған тиесілі. Менің басында болып жатқан жағдай. Мен мұны неге айтқанды түсіндірейін. Түрмеде паханды жұмсауға болмайды. Жұмсаған жағдайда да баруға болмайды. Ондай паханның беделі болмайды. Тақтан түсіп, тоңқалаң асады. Менің қорыққаным осы еді. Алайда ақсақалда әккі кісі бір оқпен екі қоянды атқан түр еді. Біріншіден мені жұмсап беделімді түсірсе, екіншіден өзінің беделін өсіріп қалады. Алайда ойланып отыратын уақыт жоқ. Әженің пәтеріндемін деген сөз үміт сыйлап жүгіре жөнелдім. Әкем өзі айтып отырып, әлдекімге хат жаздырды. Қысқасы хат мазмұны былай. Кисаның жігіттері қаладағы мекен-жайға барып бірнеше күн торауылдап жүреді. Егер Құралайдың жалғыз екеніне көздері жетсе, өзі шамалас қыз апарады. Ол қыз пәтер іздеген болып әженің үйіне барады. Одан әжені ертіп жер үйге келеді. Сонан соң қызым бар десе, бірге тұрам деп келсе кетеді. Әрі қарай кім келді, кім кетті бәрін айтып отырады. Міне, бұл табылған ақыл. Сафи күзетші хатты алып қалтасына салды. Сол кезде шал ымдап жіберді. Барып екінші қалтасына 50 теңге салдым. Ойдағыдай бітіріп кел балам. Құп деген күзетші шығып тайып тұрды. Жауап күтіп, екі көзім төрт болып мен жүрдім. Әке, әженің нөмері бар ғой, қоңырау соғайық, деп жалынамын. Жоқ болмайды деген атам қарсы шығып бой бермейді. Неге деймін? Жауап қашан келеді деп отырамыз ба? Қоңырау соқсақ біліп аламыз ғой, әке, деймін. Жоқ дедім ба, жоқ, деген әкем ұрсып тастайды. Ақымақ болма, балам. Әжеңнің қоңырауын тыңдап отырған болса, құрисың. Ажалыңнан бұрын өлесің, дейді. Мұндайда кәдімгідей ойланып қалам. Бірақ барғым келеді. Балам, бәрі сен айтқандай болған болса, келінді милициялар құтқарған болса, ол қызды үйіне апармай пәтерге қалдырама, сен осы қай жермен ойланасың? Бұл жерде бір құпия бар, дейді. Мына хатты Құралай жазған почеркісін танып отырмын, деп мен де уәжімді айтам. Алайда, тас төбеңнен тапанша тақаса, мынандай хатты сен де жазасың, дейді әкем. Қысқасы біраз тартыстық.
Әкем бой бермеді. Осыдан кейін есікке қарап Сафиді күткеннен басқа амалым қалмады. Келді. Араға 15 күн салып Сафи хат әкелді. Орысша жазылған хатты жүрегім алып ұшып оқи бастадым. Шалдың амандығын сұрай келе подозрительно деп жазылған. Сондай-ақ тағы да біраз күн бақылау керектігін жазыпты. Басымды ұстап отыра кеттім. Әкем жұбатқан болды. Ақымақсың балам дейді. Сен болашағы бар жігітсің. Қыз үшін қыршын кетесің бе? дейді. Сендей жігіттер қылмыс әлемінде ауадай қажет. Асықпа, сабыр сақта дейді. Бүк түсіп жатып алдым. Ішкенім ірің, жегенім желім болды. Құралайға хат жазам. Бәрібір түрмеде отырмын деп дедім. Ақыры хат жазып Сафидің қалтасына салдым. Әрине шал қарсы шықты, алайда мен оны тыңдамадым. Бұл хаттың жауабы келем дегенше күз болады, көресің, деп мысқылдап сөйлеп шал отыр. Күндердің күнінде жауап хат келді. Мұның қызығы сол, шал айтқандай күзде келді. Қыңқылдай бергеніме қолын сілтеп шығарған болды. 4000 теңге дейді. 4 саусағын көрсеткен бастық. Шайға ма? Қайдағы шай, бір айға жіберем. Көрмейсің бе ақша құнсызданып барат бала, дейді. Шалдың жағасына жабысып жүріп көндірдім. Қыршын кетесің. Өз абалың өзіңе болсын. Қолдарыңа түссен, өлігіңде таппайды, деп ұрысқан шал тоңқылдап алып шығарып жіберді. Осылайша екінші рет бостандыққа шықтым. Негізі жаралы жүрегім алып ұшып тұрса да, түнделетіп шыққанда ғана ойлана бастадым. Мен сорлы жұмыр басымды қатерге тіккенге ол жүзікше тұрарлық па? Әдемісіне әдемі қыз, бірақ әркіммен қалған бейбақ қой. Дегенмен шешінген судан тайынбас деп қалаға жеттім. Енді қайда барам? Әженің үйіне ме, әлде Құралай жатқан пәтерге ме? Таксиден түскенімде күн кешкіріп қалған болатын. Басыма капюшонды киіп, бөкшеңдеп басып бара бердім. Түрмеден ақша беріп шыққаныма тұрмады. Екінші рет барып та түк бітіре алмадым. Негізі Құралай болмаса, шалдың кенже қызын көрермін деген ой болған. Алайда оның да ыңғайын таппадым. Сонымен қалаға жетіп таксиден түстім. Күн суық болмаса да, бет шымшитын салқын жел бар. Бөкшеңдеп алып бара жатырмын. Тап өстіп, аяңдап отырып кемпірдің пәтерінің алдына бір өтсем, одан көшенің басына жетіп кейін айналып тағы бір өтсем, бірдеңені аңғаратын шығармын. Сонан соң қонақжайлардың біріне барып демалсам, ертең іске кірісермін. Бұлайша қарағанда бір ай аз еместей көрінгенімен, аңдасқанда зу ете өте шығады. Сол күні іңір болғанда үйге жеттім. Әдеттегідей кіреберістегі террассаның жарығы қосылу тұрды. Бұл жарық ешқашан өшпейді. Ұры қардан сақтайды деп әженің өзі қостырып қояды. Ал енді жолға қараған 2 бөлменің 3 терезесі бар. Соны көрейін. Басымды бұғып бір шолып өттім. Тастай қараңғы. Ендеше арғы жақтан қуыс бөлмеде жатқан шығар. Ол үшін көршінің ауласына үңілуім керек. Сыпылдап отырып көше басына жеттім. Одан темекі тұтатқан болып, жан-жағыма қарасам айналам тым-тырыс. Өткен қайтқан көлік жоқ. Әрі-бері сығалап біраз тұрдым. Алайда тұра беруге болмайды. Шылымымды терең тарттым да лақтырып жібердім. Шашырай түскен қызыл шоқты жел қуып әкетті. Кеттім. Тағы бір өтіп қайтайын. Аяңдап алып тартып барам. 10 шақты үйден кейін әжемнің пәтері көрінді. Сол қараңғы тас түнек. Неужели? Ақшалы жігіттер менің шыққанымды білмей ме? Ол мүмкін емес. Басыма келген бірнеше ой қабаттаса кетті. Мысалға түрме басшылығына ақша берсе болды ғой. Сондай-ақ менен де ақша алды. Дұрыс қой. Солай екі жақтан да ақша алған бастық малайды воляға жібердім деп сатып беру мүмкін емес пе? Әрине мүмкін. Мына заманда әсіресе біздің елде бәрі мүмкін. Бізде заң ештеңе шешпейді, ақша шешеді. Бірақ бұл жерде тағы да ойланатын жайт бар. Ол мені өзі жіберіп, өзі өлтіртпейді. Демек, шығып кетті деп айтпайды. Өйткені мен құжат бойынша түрмеде отырған адаммын. Жазамды өтеп жатырмын. Егер воляда жүріп өлсем, бұл қайдан жүр? Бұл түрмеде жатуы тиіс қой деген сұрақ бастыққа барады.
Сол үшін ол мені сатпайды деп ойлаймын. Демек, мына үйде қыз болса, ол Құралайдың табы өзі. Мен сонда екінші қайтара қарап өттім. Террасаның жарығынан басқасы тас түнек. Мұндайда үйде жалғыз өзі қыз тұра ма? Әлде жарықты сөндіріп аңдып отырған біреу бар шығар. Айналамда тағы бір рет шолып кете бардым. Енді қарымды тойғызсам, одан әрі қонақжайға бармақпын. Қарындас, сұйық тамақ бар ма? Что? Деп тесіле қарады. Әкең аузын ұрайын сенің. Өрімдей қазақтың қызы орысша шүлдірлеген емес. Сұйық тамақ бар ма дейм, деп тесіле қарадым. Саусағымен кітапшаны түрткен қыз ысырып қойды. Мынаны беріңіз, сосын бір стакан шайға сүт қосып әкеліңіз. Жазып алған қыз кете барды. Так, жақсылап тағы да ойланайын. Іңір түскен кез ғой, мүмкін ол да тамақ ішуге келген шығар. Мына дәмханаға қарасам, қарны ашқандар толып отыр. Әженің үйіне жақын дәмхана осы, мүмкін Құралайым осы жерде бар шығар. Ұрлана қарап, бір сүзіп шықтым. Жастар бар, бірақ жалғыз жарым отырған қыз жоқ. Біреуі жігітмен, тағы біреуі баласымен, енді біреулер коллективпен отыр. Егер қыздың басы бос болса, жалғыз болу керек. Қарындас, қол жуатын жер қайда? Саусағын шошайтып көрсетті. Сүйретіліп барып тағы да қарадым. Қыз жоқ. Әженің үйінде тамақ пісірмеген, мұржасынан түтін көрмедім. Сонда қайда кетті екен? Қарным тойғанда әженің үйіне тарттым. 5 қабатты үйге жақын орындық бар. Сонда жетіп отырып алдым. Қала көшесінен анда-санда өткен көліктерге қарап қоям. Бірақ аңдығаным әженің балкон еді. Қысқасы, қалаға келген күнімде түк бітіре алмадым. Сағат тілі біразға барғанда жарнамасы бар газетті шығарып пәтер алдым. Анау бұрышта телефон тұр. Әженің үйіне қоңырау соқсам деймін. Бірақ қазір емес. Ертең шығып бара жатып соғуым керек. Жүрегім әлденені сезгендей бола берді. Қарт екем, қонақжайға тоқтама балам, жеке пәтер бар, деп ескерткен. Мына қала олардың қолында болса, бұл қаладағылардың бәрі солардікі. Сол малғұндар анау тұрған қонақжайдың да иесі шығар, кім білсін. Ертесіне пәтер иесі келді. Ананы мынаны айтып тазалықты тексеріп жүр. Телефон соқсам бола ма деп сұрадым. Істемей тұр, ақшасы төленбеген дейді. Мүмкін сол телефонның істемегені менің сорлыны құтқарған шығар. Өйткені әженің үйін терезесінен қарағым келіп, көршінің ауласынан кірдім. Сонда ғана мына үйдің жарығы бірде қосылып, бірде сөніп тұрғанын байқадым. Демек, бұл үйде адам бар. Ендеше әженің үйіне баруға болмайды. Осылайша жаумен аңдасқан 3-ші түн жетті. Үйдің жарығын бір өшіріп, бір қосып, әдейі жасап жүргендерін білдім. Кез келген жағдайға дайын бол. Огород ішінде бүкшиіп отырмын. Перде қозғалып, жарық жылп етті. Алайда кімнің ашып жапқанын көре алмай, қылтитқан мойнымды соза түстім. Егер тағы да 10 қадам бассам, терезенің түбінен шығам. Сосын саңлау берген ашық перденен қарасам, үй ішіндегі адамды көруге болады. Бұл менің ойым ғана болды. Мен жете алмадым. Себебі терезе түбіне жақындай бергенімде, томп деп үй төбесінен түскен 2 жігіт тап берді. Қорғаннан шығып қаша жөнелдім. Олар менің соңынан түсті. Екеуі де орысша бытпылдатып боқтап келеді. Әрине, қала ішінде қарай қашатын жынды емеспін. Шолақ көшенің соңына жетіп, қараңғыға сіңіп кеттім. Алайда еңгезердей жігіт соңынан қалар емес. Тіпті де жақындап қалды. Тоқтай, ей! Жалт бұрылып қарадым. Жалғыз өзі жортып келеді. Әне тағы да 10 қадам басса, жағыма қолын салып тартып ұрады. Тоқта, қашпа! Қазақша сөйлегеннен қазақ баласы, сондай-ақ ауыл баласы екенін білдім. Тоқта дейім саған, деп 3-ші рет айқайлады. Менде нең бар, брат? Жұмысым бар, тоқта дегенде тоқта, қашып құтыла алмайсың, дейді. Тоқтамайым, сендер екеусіңдер, мен жалғызбын, деп қолымдағы пышақты жасырып бердім. Ой, тоқташ, ол қалып қойды. Сен бар ғой, бізден қашып әуре болма, Мора сені бәрібір тауып алады, деп ағынан жарылып ырсылдап келеді. Мора дегенде естуім бар еді, бірақ сөзге тартқан болдым. Мора деген кім?
Ау, тоқташы енді, кім екенін айтам дейді. Алып денелі жігіттің шаршағаны сонша, жүгіруге шамасы келмей сытылып басып келе жатыр. Ал тоқтадым, ал не дейсің? Тоқта дегенде тоқта, әйтпесе жаман болады, деп жақындай берді. Тағы да 5 қадам басса қолы жетеді. Алайда өкпесі өшкен жігіт екі тезесін қолына қойып, талтайып тұра қалды. Мен жан-жағыма қарап үлгердім. Анадай жерде шұқыр бар, карьерден қалған бар. Сонда қарай жүрдім. Қозғалғанды көрген жігіт қолын созып соңымнан ерді. Вот, міне тағы 5 қадам басшы. Жақындашы маған. Менде нең бар, брат? Сенде кеткен есен бар, деп күретті. Өзіңізді басыңыз, мен сізді танымаймын, деп жылы сөйлеп ыңғай жасадым. Қатын бала керек па саған? Керек болса не ағып тастап қашасың? Өзің бір су жүрек қорқақ екенсің. Мә, өкпеңнің өшіп қалғаны. Давай, братишка, тоқта, мен саған бірден айтам, сосын жіберем, деп қулыққа басты. Осы сөзінен ақ Құралай олардың қолында екенін білдім. Бұл маған құрылған тұзақ болғаны, хатты қорқытып жаздырғаны анық. Ендеше мына жігіттің көзін құртуым керек, сосын өзім қашып құтылуым керек. Мұндайлардың талайын көргенмін. Егер кеңістікте жолықса тайталмас едім, мынаның соңында тағы біреу бар. Қазақсың ба, брат? Көрмей тұрсың ба, көзіңді ашып қарасаң жақмақ, деп гүрілдеп тұр. Мен де қазақпын, кіші жүздің баласымын. Айтайын дегенім, екеуміз де қазақпыз ғой. Миром, кете салайық, кедергі болмаңыз, деп алдай бастадым. Ой, сен мұрынбоқ, ру сұрасатын жерді тапқан екенсің. Сұраса берсең, қойыңдағы қатының қарындасың болып шығады. Сен бала басты қатырмай беріле сал. Между причем, мен сенің ағаң болам. Тоже кіші жүзбін, сен братишка боласың, деп қолын соза берді. Жоқ, брат, мен саған ешкім болмайым, деп шегіне бастадым. Ой, сен олай қашпасаңшы, братишкам болмайсың ба? Не? дейді. Жоқ, брат, бола алмайым, деп қайталадым. Ойбай, не үшін болмайсың? Сен кіші жүз болсаң, мен де кіші жүзбін. Сонда кім боласың? Деген жігіт аса шапшандықпен шап берді. Ажалың болам. Не дейсің? Әй, тартпа қолыңды. Еркек болсаң қашпаға не? Деп жеңмен ұстап тарта берді. Ажалың болам, деп жүрек тұсынан қағып жібердім. Ақ, деп барып кеудесін ұстаған жігіт теңселіп кетті. Кешір, брат, ағайын болуға келіспеген өзіңсің. Вот амал жоқ, ажалың болдым. Қаныңды судай шашсам, Құдайдың өзі кешірсін. Еңгезерде жігіт қансырап барып, құлауға қарады. Былай, брат, былай жүр. Тілім жабысып қалғандай, қозғала алмай тұрмын, деп үздігіп берді. Қазір, брат, 5 минутта өтеді де кетеді. Қане, мына жерге отыра ғой. Сен маған бірдеңе тығып алдың ба? Дене мұздап барады. Жан жағыма қарадым, екінші қуғыншы көрінбейді. Інім, скорый шақыршы. Тамағым құрғап, басым айналып барады. Брат, тағы 1 минут шыда, сосын шақырам. Басымды көтергенде сайда тұрған қаланы көрдім. Жарықтары шайқалып, алақандай жерде тұр. Кішкентай ғана қала еді. Қуғыншы ағам сылқ деп тіземе құлады. Иманды бол, бауырым. Саған ақша керек, маған жан керек. О Алла, кешіре көр мені. Көпшігім, деп сыбырлады. Не дейсің? Көпшігім деген не? Ұлым 5 жасар, жалғыз ұлым, көп тілеуім, деп үздіге берді. Бақыл бол, брат. Анасы аштан өлтірмейді. Анасы жоқ. Дүниеден өткеніне 3 жыл болды. Не дейсің, брат? Отыра қалып бетінен үңілдім. Не дейсің, брат? Анасы қайтқан дедің бе? Алайда ерін жыбырлатқан жігіттен жауап болмады. Аспанға қарап жұтынып жатты. Одан көп етпей қою қара көзін мәңгі жұмды. Кешір, бауырым, жауыздық жасадым. Біліп кетерсің. Малой пахан деген мен болам. Орнынан тұрып тағы да қарадым. Қала жақтан қайтқан көліктің жарығы көрінді. Қолымды салып итеріп жібердім. Терең шұңқырға құлдилай жөнелді. Одан көп етпей гүрс етіп құлаған дауыс шықты. Пышағымды сүртіп жіберіп қаша жөнелдім. Сол түні таң атқанша тоқтамай жүрдім. Күре жолды жағалап кетіп отырдым. Күндіз жатып демалам, түнде аяңдай берем. Осылайша үлкен жолдың жиегіне жетіп, кездейсоқ көлікке отырдым. Қайда барасың, балам, дейді. Березовкаға барам. Дядя Миша күтіп алды.
бір түн түнеп түрмеге келдім. Осы жасаған қылмысы мені ұшпаққа шығарды. Үш рет адам өлтірген қанды қолға ақша. Әке, мен тағы да адам өлтірдім. Тұзақ болғаны ғой, балам, дейді. Дәл өзі, тұзақ екен. Бірақ құтылып кеттім, әке. Өкінбе, өзің аман болсаң болды, деп арқамнан қақты. Жер бауырлап кешке дейін қозғалмай жаттым. Әлденені байқаған әкем үстіме кіріп, неге көңілсізсің? Өткен іске өкінбе, деп басынан сипат. Артында 5 жасар ұлы қалды. Көптілеу дейді. Ерні жыбырлап, көпіштеп жатты, деп теріс қарадым. Анасы болса өлтірмейді, деп басып айтқан болды. Анасы жоқ екен, Құдайдың өзі кешірсін. О бала екен-ау, жарықтық, деген әкем терең күрсінді. Алайда мен ертесіне де басымды көтермедім. 5 жасар баланың бейнесі көз алдымнан кетпей қойды. Менің көңілсіз жатқанымды көрген хата іші тым-тырыс, өзара күбірлесіп сыбырласып жүр. Балам, иә, айта бер, деп басымды көтеріп қарадым. Көңіліңді бөлгім келеді. Өз тағдырымды айтып берсем, тыңдайсың ба? Деп отыра кетті. Бойымды түзеп кереуетке сүйендім. Бала демекші, менде бала жоқ. Жас күніңде қатын жолда, бала белде деп жүре бересің. Бірақ жасыңның өткенін білмей қаласың. Ол кезде балам болсын десең де, бола алмай қалады. Осы кездері түсініп жүрмін. Артымда қалатын тұяқ жоқ. Сонда мен кім үшін жүрмін деп ойланам. Ендеше саған айтар ақылым, осымен тоқта. Аман есен бостандыққа барсаң, үйленіп балалы болуды ойлан. Әйтпесе мен сияқты қу басыңды құшақтап қаласың, дейді. Маған бала керек емес, әке. Асылық сөз деген бар, олай сөйлеме. Малой, баланың қызығы бөлек әңгіме. Құдай нәсіп етсін. Әке маған өмір жайлы бұрында сөз қылған, осы бала керек емес дегенді Құралайға да айтқанмын. Одан марқұм әкеме де айтқан едім. Бүгін тағы да қайталадым. Періште ме, әлде қыдырата деме, қайсысы болса да, әумин деген сияқты. Әке, артық айтқан емес, мен қарғыс алдым. Әкем басын төмен салып отыра берді. Неге үндемейсіз, әке? Не дейін, балам, дейді. Не дегенде айттым ғой, мен қарғыс алдым деп қайталадым. Қарғысты бәріміз алдық, мен дегенде емеспін. Қолымда бейкүнә қан бар, дейді. Бұл менің әкеммен сөйлескен соңғы күнім болды. Өйткені ертесіне түрме ішінде абыр-сабыр басталды. Мұздай қаруланған собыр келіп, қолымды қайырып еденге жықты. Фамилия. Олжас Құрмашұлы. Аузы басын тұмшалаған алпамса еркек зілді бәдеңкесімен бетінен басып тұра қалып айқай салды. Хатаның ішін тынып шығыңдар. Тапқандарыңды әкеліңдер. Бір топ жігіт шу етіп, астан кестенін шығарды. Пышақ, әкел бері. Мұнда тағы бір пышақ табылды. Жинаңдар бәрін, деген зілді дауыс бұйрық берді. Сол хатаның ішінен 17 пышақ шықты. Бәрін қапқа салған бір жігіт кете барды. Менің қолыма кісен салып, соңынан сүйретті. Тергеуде жатып бәрін мойындадым. Майор мырзаны жұмыстан қуып түрмеге жапты. Кезекті рецидивист. Ойпырмай, мынауың жап-жас бала ғой, бірақ көзін қараш. Көтер басыңды, деген қара форма киген жігіт бүйрек тұсымнан бір тепті. Ыңқ деп жіберіп, тістеніп жата бердім. Көтер дейін басыңды. Екінші рет, одан үшінші рет айқайлады. Тырп етпедім. Әкел дубинканы, шеш құйрығын. Сарт-сүрт басталды. Жағымды тістеп жата бердім. Одан әрі көзімнің алды қараңғы тартып бара жатты. Есімді жиғанымда 2 тәулік өткен екен. Моншаға апарып, езіп салып, сот залына келді. Күдікті Олжас Құрмашұлы, сіз Бектілеу Қараманов деген жігітке пышақ салғаныңызды мойындайсыз ба? Мойындайым. Сіз ол жігіттің марқұм болғанын білесіз бе? Білем.
Пышақ салғаннан кейін не үшін жедел жәрдем шақырмадыңыз? Деп сұрады. Мен оны өлтіргенімді мойындаймын, бірақ қасақана емес. Соңымнан 2 жігіт қуып ұстап алды. Өз өміріме қауіп төнген үшін өлтірдім, дедім. Сот мырза, бұл жігіт өтірік айтады. Мұның өміріне ешқандай қауіп төнбеген. Өйткені марқұмның қолында ештеңе болмаған. Бұл оны әдейі өлтіріп, ізін жасыру үшін құздан құлатып кеткен. Күдікті құрмашылы солай болды ма? Деп сұраған сот маған бұрылды. Дәл солай, сот мырза. Қысқасы, соттың үкімі шықты. Ол жас құрмашылының жасаған қылмысы дәлелденіп, өзі де толықтай мойындады. Қылмыстық кодекстің бәлендей баптары бойынша 18 жылға бас бостандығынан айырылсын. Жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтесін. Аяқ қолымды байлап, автозаққа лақтырды. Қайда апарасыңдар? Тойға апарамыз, деген жас бала мысқылдай сөйледі. Басымды көтеріп, алараға қарадым. Көзін тайдырып әкеткен жас бала тым-тырыс болды. Қайда апарасың, деймін. Қара бүркітке апарамыз. Қайда апарсаң да бәрібір. Ендеше жолың болсын. Автозак темір жол вокзалына жеткізіп, этапқа қосты. Шеш басыңдағыны. Құжаттар қайда? Аса қатыгез рецидивист. Абай болыңдар. Гүрсілдеген пойыз орнынан қозғала берді. Мен ең жаман 3-ші түрмеге бара жаттым. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнап жатса арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз.